Баршаңызға қайырлы күн. Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіздер. Мен тек қана сіздерге бөлме гүлдері жайлы ақпарат айтып қоймай, қосымша дала гүлдері жайлы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Алдарыңызда тұрған менің биыл далада егетін, тұқымнан көшет етіп егетін гүлдерімнің сандары тұр. Бұл жерде қарап тұрсаңыз өте көп таңдау бар. Соның ішінде өзіме ұнаған, таңдап жүріп алған тұқымдарыммен бөлісіп, және алдағы уақытта қалай егесіз, қайсысын егуге болады, қайсысын егуде қиындық туғызады, міне соларды айтқым келіп тұр. Енді көбінесе қиындық туғызбайтын гүлдерді алуға тырыстым. Әрине, әр гүлге күтім қажет. Мысалға біздер гүлдерді егіп тастап, үй алдына шашып тастап, және соның шыққанын жақсы көріп тұрамыз, сондай гүлдер бар. Және алдын ала қыс айларында егіп, оны жаз айларында гүлдету үшін күтім жасайтын гүлдеріміз де бар. Соның ішінде ең бірінші біздің спискімізде, біздің тізімімізде ол петуния гүлдері тұр. Міне петуния гүлдерін қараңыздар. Бұл жерде бір ғана петуния емес, бірнеше петуния тұқымдары бар екен. Қараңыздар, мысалға, мына жерде қызыл түсті, мынадай қызыл түсті, мысалға, мынадай әдемі әртүрлі суреттермен сары түсті, ақ түсті, қызыл түсті, мынадай фиолетовый түс, сиреневый түсті, мысалы, әртүрлі петуния гүлдерінің тұқымы бар екен. Бұл петуния гүлдерінің өсіруде әрине арнайы күтім қажет. Ең бірінші біз бұны ақпан, наурыз айларында егеміз. Енді ақпан айы деп айтайын. Қаңтар айы өте ерте болып кетуі мүмкін, наурыз айы кеш болып кетуі мүмкін. Сондықтан ақпан айы ең қолайлы уақыт. Міне ақпан айларында біз әрқайсысын көшет етіп тұқымнан егетін боламыз, және қосымша жарықтандыратын боламыз. Себебі күн қысқа және күннің түсуі аз болуы мүмкін. Сондықтан бізге қосымша светодиодты лампа немесе фитолампа, яғни кез келген қосымша жарық қажет болады. 12-14 сағат жарық түсіп тұрса, бұның жасыл жапырақтары жақсы өсетін болады. Егер терезе алдына ғана жай егіп қойсаңыз, онда ол жарықты іздеп, бұның сабақтары ұзын болып, жапырақтарының арасы сирек болып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл гүлдерге міндетті түрде қосымша жарық қажет. Алдағы уақытта осы петуния гүлін егетін боламын, видео түсіретін боламын, және сіздермен бірге, егер тұрақты қарап отырсаңызда, сіздермен бірге уақытылы қандай күтім жасайтынын айтып отыратын боламын. Сондықтан мына петуния гүлін әдемі гүлдері үшін егуге ұсынамын. Бұл гүлдерді ешқандай зиянкес жоламайды, ештеңе жемейді. Жаңбыр жауса да гүлдері бүлінбейді. Мысалға, көп гүлдер жаңбыр тисе, гүлдері қарайып кетуі мүмкін, гүлдері шіріп кетуі мүмкін, қара дақтар пайда болуы мүмкін. Міне сондықтан осы петуния гүлі ешқандай жаңбырдан да қорықпайды, ешқандай зиянкестен де қорықпайды, күннің көп тікелей түсуінен қорықпайды, тіпті су құймай ұмытып кетсеңіз де қорықпайды. Яғни ешқандай егуде, өсіруде қиындық туғызбайтын гүлдердің бірі. Мысалға, петуния гүлін есіктің алдына егіп қойсаңыз, суаруды ұмытып кетсеңіз де сізге ренжімейді. Ал кейбір гүлдер шөлде бөліп қалуы мүмкін. Міне петуния өте шыдамды гүл. Сосын бұл гүлдің иісі жоқ, тек қана түсінің әдемілігіне ғана біздер өсіреміз. Ампельный түрлері болады, жай каскадты түрлері болады, жартылай ампельді түрлері болады. Енді ампельный түрлері ол бүкіл горшокты толтырып, әдемі болып төгіліп өседі. Сондықтан ампельный петунияны бәріміз егуге қызығамыз. Қазір орыс блогерлерді көріп жүрген шығарсыздар, неше түрлі гүлдердің үйлерін әсемдеп, біздерге гүлдермен бөлісіп, мақтанып. Әрине дұрыс, олардың мақтаны, оның барлығы еңбек көрсетіп жатады.
Сондықтан біздер де соларға қызығу арқылы біздер де осы гүлді егетін боламыз. Екінші мен сіздерге айтатыным ол колиус гүлін айтып кетейін. Колиус барлығымызға танымал, кез келген үйде баяғыдан өсіп келе жатқан гүлдердің бірі. Колиустың түрлері өте көп. Мынадай қара түсті колиус бар, мынадай колиустер бар. Өте әдемі көрінетін колиустың түрлері бар, розовый. Тіптен өте нұсқалары өте көп. Мынандай үлкен гигант түрлері бар. Мысалға қараңыздар, мынандай ашық түсті колиус бар, мынандай. Қараңыздар, өте көп сорттары, өте көп. Тіпті бұның негізі тұқымнан емес, атростықпен көбейетін түрлері бар. Олар мысалға тұқым береді, бірақ тұқымнан ексеңіз, оның өзінің сорты кетіп қалуы мүмкін да, басқаша болып гүл шығуы мүмкін. Сондықтан ондай гибрид түрлері де бар. Міне осы колиус гүлдері осы кезде сіздерге егуге ұсынамын. Міне петуниядан кейін колиус ексеңіздер болады. Колиус гүлі бұның гүлі емес, ең маңызды жапырағы әдемі, жапырағы. Сондықтан бұл гүлдесе бүкіл күшін гүл алып кетуі мүмкін. Сондықтан көбінесе біз бұның гүлдерін қиып тастап отырамыз. Тек жапырағына бола, жапырағының әдемілігіне бола өсіреміз бұл гүлді. Сондықтан сіздерге өте төзімді. Бұны тек далада ғана екпейсіз. Далада горшокқа егуіңізге болады, есік алдында. Тіптен жерге егіп тастаңыз да болады. Немесе үй ішінде терезе алдында бөлме гүлі ретінде ексеңіздер болады. Міне сондықтан осы гүлді сіздерге егуге ұсынамын. Колиус гүлі. Және менің ең сүйікті гүлім иісі деген қара лимонад деп жазылып тұр аты өзі. Бұл алисум гүлі. Өте төзімді еккен кезде. Бұны да көшет ретінде ертерек егеміз. Шамамен наурыз айларында егетін боламыз. Өте жақсы гүл. Әрине бұны өсіру үшін қосымша жарық қажет болады. Себебі егер далаға егетін болсаңыз, далаға да шашып тастай беруге болады. Далаға егетін болсаңыз, кештеу гүлдеуі мүмкін. Сондықтан ерте гүлдегенін қаласаңыз, ертерек үй жағдайында ексеңіз болады. Мысалға менің мына алисум лимонад деген гүлін осы былтырғы тұқым, қарап тұрсаңыздар, ашылған, былтырғы тұқымнан алып қалдым. Бірақ бұл алисумның жақсы жері, биыл ексеңіз, келесі жылы тұқымнан өзіне өзі шашылып қайтадан шығатын болады. Міне екі түрлі сортты. Мынаны биыл сатып алдым. Ақ түстісін былтыр еккен болатын. Сары түстісі болады, әр түрлері болады, көкшіл түрлері болады. Осы алисум гүлінде мен сіздерге егуге ұсынамын. Ешқандай қиындық туғызбайды. Қатты салқынға да төзімді. Менде мысалға қараша айына дейін, қараша айының ортасына дейін мысалға алисум гүлі ешқандай үспей әдемі болып құлпырып өсіп тұрды. Тіптен түнде аяз болып алисум гүлінің жапырақтары қатып қалды да. Енді таңертең күн шыққаннан кейін қарасам, жапырақтары жібіген, бірақ үсімеген. Әрі қарай өсіп дамып жатыр. Өте таңғаларлық жағдай. Оны көріп өте қуанышты болдым. Сондықтан осы алисум гүлі ешқандай ыстық болсын, салқын болсын, өте төзімді гүл. Сондықтан осы алисум гүлін есіктеріңіздің алдарына немесе арнайы горшокқа егуге ұсынамын. Бойы кішкентай болады. Сондықтан жаңағы бордюр дейді, жиектерге егіп тастасаңыз, әдемі болып құлпырып, әдемі иіс беріп өсіп тұратын гүлдердің бірі. Және мына жерде бірден айтып кетейін, көп жылдық гүлдер тұр мына жерде. Көп жылдық гүлдердің аттарын айтайын. Эхинацея, гайлардия, рудбекия, абриета және аквилегия. Аттарын көріп шошмаңыздар. Бұрыннан өсіп жатқан гүлдердің бірі. Мүмкін аттарын естімеген боларсыз. Міне осы гүлдер, қараңыздар, өте әдемі гүлдердің бірі. Бұлар көп жылдық гүлдер. Яғни бұны күзде далаға шашып егіп тастауға болады. Немесе ертең көктемде далаға шашып тастап егуге болады. Үшінші, ол көшет ретінде үй жағдайында рассадаға егуге болады. Тұқымнан ексеңіз болады. Міне петуния колиусты егем, және осы гүлдерді тұқымнан бұйырса егетін боламын.
енді шығу барысын алдағы уақытта видео түсіріп міндетті түрде сіздерге көрсетіп бөлісуге тырысамын. Сондықтан менің инстаграм каналыма міндетті түрде жазылып алыңыздар, Бағбан ханым, және осы өсімдіктер әлемі каналына жазылып колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа видеолар болып сіздерге менің күнделікті тұрмысымда гүлдерге күтім жайлы ақпаратпен бөлісіп отыратын боламын. Міне көп жылдық гүлдер, әрқайсысына тоқталып өтіп кетсем, қазір мен сіздерді түсірген видео ұзақ болып кетуі мүмкін. Сондықтан тек қана аттарын скрин жасап алып, интернеттен өздеріңіз қарап оқуларыңызға болады. Ал егер түсінбей жатсаңыз, білмей жатсаңыз, міндетті түрде комментарийда қойыңыз, мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Және тағы бір айтып кететін гүл, ол виола гүлі және гвоздика. Гвоздика көбінесе турецкий гвоздика деп аталады, мынау жай гвоздика. Сондықтан бұл гүлді де ертерек егетін гүлдердің бірі. Және виоланы да негізі еккен кезде далаға тікелей егуге болады, немесе рассада ретінде үйде егуге болады. Бұл гүлдерді мен ерте екем. Мысалға петунияларды еккеннен кейін, 1-2 аптадан кейін осы гүлдерді тұқымнан үй жағдайында егетін боламын. Виоланы барлығыңыз білесіздер, анютины глазки деп атайды. Міне осы әдемі гүлдер, бойы кішкентай, өте көздің жауын алады, бақшамызды әсерлі, әдемі, әртүрлі түстермен толықтырып тұрады. Сондықтан виола гүлін егуге ұсынамын, яғни менің алған тұқымдарымның қатары. Және жалқауларға арналған гүлдерді айтып кетейін. Мына барқытсы гигант, бұл әрине тұқымнан егу керек, күтім керек. Мына барқытсы, міне шашып тастайтын гүлдердің бірі. Барқытсы, календула. Яғни барқытсы бұл биыл ексеңіз жерге, тікелей жерге егуге болады. Және календула үшеуі. Осы екеуін жерге ексеңіз, келесі жылы тұқымдарын жинап аласыз. Мысалға күзде, келесі жылы қайттан шашып тастайсыз. Өте тез шығады, өзінен өзі көбейе береді. Ешқандай гүлді күтім жасамайым, су құюды ұмытып кетем, бірақ әдемі болып, үй жағымда гүл әдемі болып, мен келген кезде құлпырып тұрсын деп ойласаңыз, осы календула мен барқытсыды егуге ұсынамын, және үшінші цинияны егуге ұсынамын. Міне циния, календула, барқытсы тұқымды үй жаққа есіктің алдына шашып тастайсыздар, өздері қайтадан шыға береді, немесе тұқымдарын жинап алып келесі жылы тағы да шашып тастауларыңызға болады. Ешқандай қиындық туғызбайды. Ең маңыздысы мына календула гүлі мучинисті расамен ауырады. Міне сондықтан өңдеу жасап тұру, жерді өңдеу жасау, алдын ала қыста фитоспоринмен суару, міне соны ұмытпаңыздар. Сондықтан мына барқытсы ешқандай қиындық туғызбайды. Міне цинияны да көшет арқылы отырғызуға болады, немесе жерге тікелей егіп отырғызсақ болады. Мына жерде портулак бар. Бұл да осы жаңағы гүлдердің қатарына қосамын, себебі есіктің алдарында негізі портулак арамшөп болып табылады. Жаңа арамшөп қаптап кетеді ғой есіктің алдында, міне сол портулактың жай түрі. Ал мынау портулак махровый түрі. Бұл махровый түрі бір күн гүлдейді, екінші күні гүлі кетіп қалады. Бұны тіпті дала гүлдерімен қоса үй бөлме гүлі қылып ексеңіздер болады. Гүлдеуін тоқтатпайды. Қандай жағдай, қандай условия болсын, гүлдеуін тоқтатпайтын гүлдер. Міне жалқауларға арналған гүлдердің бірі. Барқытсы, календула, портулак, циния жалқауларға арналған гүлдер. Және мына жерде астра деген гүл бар. Астраны өткен жылы есіктің алдына ектім, бірақ күн түспейтін жерге ектім. Керемет болып шықты. Жалпы негізі астра күн жақсы көретін гүлдердің бірі. Негізі бұл жерде қарап тұрсаңыздар, астра мынадай емес, астраны естеріңізге алсаңыздар, бұндай емес астра. Бұл жерде махровый түрлері, сондықтан сартовой түрлері. Негізі астра бұрыннан келе жатқан гүлдердің бірі. Қазір селекционерлер бәрі дамып жатыр ғой. Селекционерлерде неше түрлі гүлдерді ойлап табады. Міне осы гүлдерді ойлап тапқан, бір-бірімен будандастыру арқылы осындай гибридтерін ойлап тапқан
міне осындай махровый түрлері, тіптен георгинадан айыра алмай қаласың, қайсысы георгина, қайсысы пион, қайсысы астра, тек жапырақтарынан айырамыз. Міне осындай астра гүлдері бар. Бұны да егіңіздер. Бұны тікелей жерге егуге болады, немесе көшет ретінде егуге болады. Тікелей жерге егу үшін жер әбден қызу керек. Оңтүстік аймақтарда мысалға апрель, май айларында ексеңіздер, сәуір, мамыр оңтүстік өңірлерде сәуір, мамыр айларында жерге бірден егіп тастасақ болады. Ал біз сияқты батыс, солтүстік жерлерде өкінішке орай ол уақытта еге алмаймыз. Мамыр айының аяғында, маусым айының басында тікелей жерге егуге болады. Бірақ мен батыс өңір болғандықтан бұл гүлдерді көшет ретінде тұқымнан егіп, үй жағдайында егіп, сосын барып далаға күн жылыған кезде қайта егемін. Яғни далаға егіп шығамын. Дайын өсіндіні далаға егетін боламын. Бальзамин. Бальзамин гүлі деген бұл гүл бөлме гүлі болып есептеледі, немесе дала гүлдері, даладағы горшок гүлдері ретінде ексеңіздер болады. Өткен жылы мынандай ақ түсті, розовый түсті ектім, биыл қызығып мынадай фиолетовый түстерін алдым. Өте әдемі, ешқандай қиындық туғызбайды. Міндетті түрде тұқымнан еккен дұрыс болады. Және мынау қарапайым түрі бальзаминнің. Бұны да егіп көрмекпін. Бұны Алла қаласа бөлме гүлі қылып өсіргім келіп тұр. Және жаз айларында Алла қаласа далаға шығарып егетін боламын. Бальзамин барлығымызға таныс гүлдің бірі, сондықтан бұны үй бөлме гүлі немесе дала гүлі қылып ексеңіздер болады. Жерге де егеді, горшокқа да егеді, немесе үйге де егетін гүлдердің бірі. Және мен жақсы көретін гүлдер. Негізі жалпы жақсы көрмейтін гүл жоқ шығар. Георгина. Қараңыздар, қандай әдемі. Георгинаның өзі қазір георгинаның өзі бизнес болып кетті ғой. Адамдар үйлерінде мысалға 6 сотық жерлеріне тек қана георгин егіп, осы георгинді дүкендерге өткізіп, букет жасап, бизнеске айналдырып отыр. Сондықтан георгин гүлі ертең қыркүйек айында балаларымыз мектепке барған кезде апайларына апару үшін қолдарына ұстап баратын әдемі гүлдердің бірі. Бұл гүлдерден букет керемет шығады. Бұл гүлді тікелей жерге егуімізге де болады, немесе көшет ретінде далаға ексек болады. Георгин гүлінің түрлері менде көп болды, тек осы түрі қалыпты, сондықтан екі түрін көрсетуге тура келіп тұр. Негізі жалпы ана жақта менде басқа түрлерде болуы керек. Мына жерде тағы да гүлдерді бірден көрсетіп кетейін, көп уақыт алып, ешқайсыңыздың уақыттарыңыз алмай қойын, өйткені видео ұзақ болып кетсе, ол қызық болмай кетуі мүмкін. Эшольце, мысалға эшольце гүлін тікелей күзде далаға шашып тастасаңыз, келесі жылы өзіне өзі стратификация өтіп далада шығады. Енді биыл менің қыста егемін деп тоқталып едім, бірақ қысым менің жылып кетті. 1 градус, 2 градус жылы болды. Жаңбыр жауды, сондықтан егуге қорқтым. Себебі тұқымды құртып тастауы мүмкін, үсіп кетуі мүмкін. Сондықтан жылыда ол тұқым орысша айтқанда набухаться, ісініп, мысалға келесі жылы ісініп, ол көктем деп ойлап қалады да, ісініп қайта шығуға дайындалып жатқан кезде, қайтадан аяз соққан кезде бұл тұқым үсіп кетуі мүмкін. Сондықтан биыл егуге қорықтым да, үйде қалдырдым. Бұйырса бұны көшет арқылы егіп көремін, немесе ертең көктем айларында бірден жерге егуге болады. Космея бұрыннан келе жатқан гүлдердің бірі. Бұны тікелей жерге шашып тастасаңыз, өзі шыға береді. Гадеция бұл Қазақстанда шығады. 1 жылдық өсімдік. Наурыз, сәуір айларында көшет ретінде егуге болады. Яғни бұны бұйырса көшет қылып егетін боламыз. Газания, бұл газанияны күзде далаға егіп тастауға болады, немесе келесі жылы далаға шашып тастасақ болады. Құрғаққа төзімді
ылғалды жақсы көрмейтін гүлдердің бірі екен, сондықтан бұны көшет ретінде егетін боламыз. Настурция, иберис өте керемет әдемі гүлдердің бірі. Настурцияны тікелей жерге егеді мамыр айларында. Яғни бұл иберис пен настурцияны мамыр айларында тікелей жерге шашып тастасақ, өзі қайтадан шыға береді. Өте әдемі гүл. Иберис гүлі жайлы ақпарат оқып едім. Бұны күзде далаға егіп тастауға болады екен. Негізі көп гүлдерді далада егіп тастайым деп сатып алдым, бірақ биылғы қысым өкінішке орай қыс айы жылып кетті, сондықтан далаға егіп тастауға қорықтым, тұқымдардан айырылып қаламын деп. Өйткені қарап тұрсаңыздар, тұқымның бағасы да арзан емес, және бір гүлден айырылып қалған қиындау болады. Сондықтан бұл біздер тәжірибе жүргізіп жатырмыз, яғни алдағы уақытта еккен гүлдерімді қандай тәжірибеден өтті сіздермен бөлісуім керек. Сондықтан міндетті түрде менің бұл гүлдердің үй жағдайында шыққанын дұрыс көремін. Міне осындай гүлдеріңіз бар. Осы тұқымдарды бұйырса, Алла қаласа биыл егетін боламын. Және былтыр еккен гүлдерім бар. Мысалға, әр жыл сайын еккен гүлдерімнің тұқымдарын сыртқыдан да суреттерін тастамай жүремін. Өйткені әр жылы өзімде тәжірибе болады, қай гүлді алуға болады, қай гүлді алмау керек. Тәжірибе болу үшін мен бұл гүлдерді тастамаймын, осылай жинаймын. Қалай шықты, қалай болды, мысалы 4-5 жылдап осылай өзім үшін тәжірибе жүргіземін. Яғни кез келген адам гүл өсіру барысында жеке басынан өткізу керек барлығын. Сол кезде ол түсінеді, қалай күтім жасау керек. Әрине ақыл айту оңай, былай жасайсың, былай жасайын деп, бірақ өз тәжірибеңнен өтсең, өз басыңнан өткізсең, ол бөлек жағдай. Сондықтан егіп көріңіздер, қорықпаңыздар, тәжірибе жасаңыздар, үйреніңіздер. Сондықтан бұл гүлдерді егіңіздер дегім келеді. Бұдан да басқа гүлдердің түрлері, аттары өте көп. Бегония бар мысалға, бегонияның өзім жақсы көрем. Тіптен аязға қарамастан өсе беретін гүлдердің бірі. Енді біздердің құлақтарымыз үйренбеген болуы мүмкін. Мысалы, гүлдердің суретін білеміз де, түрлерін білеміз де, аттарын білмеуіміз мүмкін, мысалға. Мысалға, гүлдердің түрлерін мына гүл ғой, мына гүл ғой деп айтуымыз мүмкін, бірақ аттарын білмеуіміз мүмкін. Сондықтан бір жағдайда сіздерді осы гүлдердің аттарын білсін деген ниетпен қазақ тілінде видео түсіріп тұрмын. Көбінесе интернетті ашып қарасақ, орыс тілінде ақпарат өте көп, ал қазақ тілінде ақпарат аз. Сондықтан барынша сіздерге қазақ тілінде барлық гүлдер жайлы ақпарат беруге тырысамын. Егер әр гүлге тоқталып өт, мына гүлді қалай ектің, мына гүлді қалай егу керек, мына гүлдің күтімі қандай деген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийда жазып кетіңіздер, мен сіздерге жауап беремін. Алдағы уақытта сіздердің сұраныстарыңызға қарай видео түсіретін боламын. Сондықтан мен де енді YouTube каналымды енді қолға алып жатқандықтан барынша видео түсіріп, барынша ақпарат беруге тырысып жатырмын. Сондықтан сіздер сұраңыздар, ұялмаңыздар, айтыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қазақ тілінде осындай ақпарат беріп жатыр деп. Ол маған да жақсы, сіздерге де жақсы. Мысалға, әрқайсыңызға пайдалы болғаным үшін, әрқайсыңызға пайдалы болу мен үшін өте қуанышты жағдай. Егер мына гүлдердің әрқайсының қалай тұқымнан егіп өсірген жайлы видео қажет болса, оны да жазып кетіңіздер. Мен сіздерге айтып, түсіндіріп, қосымша ақпараттармен бөлісетін боламын. Міне биылғы егетін гүлдердің тізімі осы. Мүмкін тағы да қосымша тұқымдар алармын, тағы да қосымша гүлдер егермін. Сондықтан бұл тек бір бөлігі болады деп ниеттенемін. Өйткені ауламның әдемі болып құлпырып тұрғанын мен де жақсы көремін. Рахмет барлығына. Видео ұзақ болып уақыттарыңызды алса кешірім сұраймын.
барынша ақпарат беруге тырыстым, барынша түсіндіруге, барынша гүлдердің атауларын айтуға тырыстым. Сондықтан егер қызығушылықтарыңыз оянып жатса, міндетті түрде осы гүлдерді алып егіңіздер. Енді алдағы уақытта біз петуния гүлін егетін боламыз бірге тұқымнан. Сондықтан бұйырса петуния гүлін еккен видеоны түсіретін боламын. Қазіргі қаңтар айында қандай гүлдерді егу керек, сол жайлы алдағы уақытта видео болады. Барлығыңызға рахмет, каналыма жазылыңыздар, сау болыңыздар.